Сәлем, қымбатты көрермендер. Бүгін бізде қаншама шедеврлар тууына себеп болған, сіз бен біздің көріп жүрген кинокартинаның бар қара жұмысына, әспеттеуіне, әрлеуіне, өтімділігіне жауап беретін маман, ол режиссерлар туралы болмақ. Бұл талантты режиссерлар көрермендердің жүрегін жаулап қана қоймай, кассада үлкен ақша тапқан фильмдер жасады. Ендеше сіздерге ұсынатымыз топ 10 көп көлемде касса жинаған режиссерлар. Аталған суммалар жылдық инфляцияға ешқандай қатысы жоқ. Қай уақытта қанша табыс әкелсе, сол көлемдегі ақпаратты беретін боламыз. Тобымызды ашатын Ридл Скотт, ғылыми фантастика және триллер жанрындағы жұмыс істейтін британдық режиссер. Скотт кино мансабын сахна дизайнері ретінде бастады. Және бүгінгі күнге дейін оның көптеген фильмдері ауқымды және егжей-тегжейлі жиынтықтармен, костюмдермен және танымал визуалды стильмен ерекшеленеді. Көп қаражатқа себеп болған фильмдердің бірі тарихи жанрда түсірілді. Гладиатор, Чужой, Робин Гуд, Последний дуэль сияқты фильмдер 4,3 миллиард доллардан астам табыс тапты. Бұл режиссердің Марсинян фильмі 653 миллион ақш долларына теңеген. Келесі 9-шы орынға жайғасқан Тим Бертон, өзінің ерекше және фантастикалық стильмен танымал американдық режиссер, продюсер және сценарист. Ол 1958 жылы 25 тамызда Калифорния штатында Бербанк қаласында дүниеге келген. Бертон киноиндустриядағы мансабын Disney студиясында аниматор ретінде бастады. Онда ол анимациялық қысқа метражды фильмдер түсірді. Тим Бертонның ең танымал фильмдерінің бірі Битлджус, кейін танымал болған комедиялық қорқынышты фильм. Осыдан кейін ол Эд Вуд, Ночь перед Рождеством, Возвращение Бэтмена және Сладкий ноябрь сияқты бір қатар культтық фильмдер түсірді. Тим Бертонның стилі готикалық эстетикамен ерекшеленеді. Көбінесе қиял элементтерімен және қара юмормен үйлеседі. Оның фильмдерінде әдетте экспрессивті визуалды стиль, ерекше және болжанбайтын сюжеттер, сондай-ақ жарқын және эксцентриялық кейіпкерлер болады. Бертон өзінің фильмдерінде бірнеше рет ойнаған актер Джонни Деппен жиі жұмыс жасайды. Әрине, Тим Бертон талантты және ерекше режиссер. Оның жұмысы сыншылардың да, жалпы жұртшылықтың да жоғарғы бағасына ие. Ол өзінің ерекше атмосферасымен көрермендерді баурап алатын қиял мен сиқырға толы әлемді жасай алуы. Оның фильмдері оқшаулану, еліктен шығару және оғашты тақырыптарын жиі көтереді. Бұл оларға ерекше сүйкімділік пен тереңдік береді. Осы қабілеттері үшін оның жұмысын 4,4 миллиардқа бағалаймыз. Үздік кино картинасы Алиса в стране чудес, 1 миллиард доллар. 8-ші орынды иеленген Джей Абрамс. Американдық кинорежиссер, сценарист, продюсер, кинокомпозитор. Оның режиссерлік жұмысына Миссия невыполнима 3, Звездный путь, Star Trek возмездие, Супер 8 сияқты фильмдер кіреді. Ол сондай-ақ Звездные войны, Пробуждение силы фильмінің режиссері, жазушысы және продюсері болды. Кейінірек 9-шы эпизодтың режиссері, қосалқы жазушысы және продюсер ретінде оралды. Режиссер бағыты экшн, драма, ғылыми фантастика жанрлары. Абрамстың фильмдері танымал және 4,7 миллиард доллардан астам табыс тапты. Атап айтар болсақ, ерекше көзге ілінгені Звездные войны, Пробуждение силы. 7-ші орын Кристофер Нолан, талантты британдық режиссер және сценарист. Оның фильмдері терең сюжетті, күрделі құрылымды және эстетикалық өңдеуді ұсынады. Ол өзінің интеллектуалды және психологиялық тұрғыдан қаныққан жұмыстарымен танымал. Олар көбінесе батыл идеяларды ұсынады және көрермендерге көптеген сұрақтар туғызады. Нолан ең маңызды фильмдерінің бірі 2010 жылы шыққан Начало болды. Фильм өзінің ерекше арман тұжырымдамасымен және шындық идеясымен ойнау қабілетінде болды. Оның басқа да көрнекті жұмыстары Темный рыцарь, Бэтмен трилогиясының 3-ші бөлімі, Интерстеллар және Давод кіреді. Нолан өзінің техникалық шеберлігімен және практикалық эффекттермен түсіруді қалауымен танымал. Ол классикалық кинотеатрға сүйеніп, жаңа идеялармен тәжірибе жасай отырып, кинематографиялық шедеврлер жасауға тырысады. Кристофер Ноланның фильмдері кассада сәтті болып қана қоймай, сыншылар мен көрермендердің қошеметіне ие болды. Ол көбінесе көркемдік сапасы, ойын-сауық құндылығын сақтай отырып, уақыт, есте сақтау, сәйкестілік және адамгершілік туралы терең сұрақтар қояды.
Ноланның фильмдері кассадан 5,5 миллиард доллардан астам пайда тапты. «Темный рыцарь. Возрождение легенды» кинокартинасы Нолан есебіне 1 миллиард 82 миллион ақш долларын табыс әкелген. Тобымыздың 6-шы орнына жайғасқан Дэвид Йейтс Гарри Поттер фильмдер сериясындағы жұмысымен танымал британдық режиссер. Ол 1963 жылы 8 қазанда Лондон Стасмор қаласында дүниеге келген. Йейтс театрдағы мансабын фильм түсіруге көшкенге дейін әртүрлі пьесаларды басқарудан бастады. Дэвид Йейтстің ең маңызды жобаларының бірі оның Джоан Роулингтің кітаптарына негізделген Гарри Поттер әлеміндегі фильмдердің жұмысы. Ол 5-ші бөлімнен бастап фильмдердің толықтай жұмыс істей бастады. Яғни Гарри Поттер және Феникс ордені, Гарри Поттер және өлім құрбандықтары 2 бөліміне дейін. Бүкіл фильмдер сериясы біртұтас стиль мен тақырыпқа ие болғанымен, Йейтстің жетекшілігімен әр бөлім ерекше визуалды стилистикамен және эмоционалды тереңдікпен ерекшеленеді. Гарри Поттер фильмдеріндегі жұмыс жасаумен қатар, Дэвид Йейтс басқа фильмдерде де басқарды. Олардың кейбіреулері «Магазинчик счастья», «История Золушки», «Фантастические твари и где они обитают» бұл Гарри Поттер фильмдерінің сериясының спин-оффы, яғни жалғасы. Йейтс өзінің керемет және әсерлі кинематографиялық әлемдерде құрудағы талантымен, сондай-ақ актерлармен жұмыс істеу және эмоционалды бай көріністер жасау қабілетімен танымал. Оның жұмысы егжей-тегжейге назар аударумен, көркем шығармашылықпен және кейіпкерлерге ұқыптылықпен ерекшеленеді. Гарри Поттердің соңғы бөлімін көрермендер 1,3 миллиард долларға бағалаған. Режиссердің жалпылама тізім бойынша табысы 6,4 миллиард долларға пара-пар. Топ 5. Майкл Бэй. Экшн жанрының сөзсіз шебері. Бэй экшн мен фантастикаға маманданған. Оның фильмдері көптеген экшн көріністерімен, жарылыстарымен, керемет арнайы эффектілерімен, сондай-ақ клип монтажымен танымал. Оның «Скала» және «Пёрл Харбор», «Плохие парни» сияқты фильмдері көрермендердің ғана емес, сонымен қатар 6,4 миллиард доллардан асатын кассаларды жаулап алды. Бэйдің рекордтық туындысы «Трансформеры 3. Темные стороны Луны». Келесі режиссер Питер Джексон, жаңа зеландиялық. Үздік режиссер сыйлығын қоса алғанда 3 Оскар сыйлығымен марапатталған. Сонымен қатар Алтын глобус, Бафта және Сатурн үздік режиссерлік жұмысы үшін марапатталды. Ол кино тарихындағы ең көп табыс әкелген 2 фильм түсірді. «Властелин колец. Возвращение короля» және «Хоббит. Нежданное путешествие». Әрқайсысы кассадан миллиард доллардан астам ақша жинады. Джеймс Кэмероннан кейінгі 2 миллиард астам табыс тапқан алғашқы режиссер. Бұл режиссердің репертуарында «Кинг Конг», «Милый Касти» және тағы да басқа фильмдер бар. Бүкіл әлем бойынша 6,5 миллиард доллардан астам табыс тапты. Ал осы бір трилогияның «Возвращение короля» бөлімі 1 миллиард 121 миллион доллар қаражат әкелген. Бұлар көрермендерді баурап алған және кинематография саласында үлкен ақша тапқан режиссерлардың аз ғана бөлігі. Олардың әрқайсысының өзіндік ерекше стилі мен таланты бар. Бұл оларға ұмытылмас фильмдер жасауға мүмкіндік береді. Осы режиссерлардың арқасында киноиндустрия өркендеуін жалғастыруда және бізге ұмытылмас эмоциялар мен әсерлер беріледі. Топ 3-ті ашатын ағайынды руссолар Джо және Энтони. Киноиндустриядағы жұмысымен танымал болған американдық режиссерлар. Олар супер қаһарман экшн фильмдерін түсіруге маманданған және Марвел кино әлеміне қосқан үлесі үшін үлкен танымалдылыққа ие болды. Ағайынды руссоның ең танымал жобаларының бірі олардың Marvel Cinematic Universe фильмдерінің сериясындағы жұмысы. Первый мститель, Противостояние, Мстители, Война бесконечности, Мстители, Финал. Бұл фильмдер кино тарихындағы ең көп ақша тапқан фильмдер болды және ағайынды руссоға әлемдік даңқ әкелді. Ағайынды руссоның ерекше қасиеттерінің бірі олардың динамикалық жекпе-жек көріністерін күшті эмоционалды мазмұнмен және жақсы дамыған кейіпкерлермен үйлестіру қабілеті. Олар тек спектакль мен ойын сауық әкеліп қана қоймай, терең мағынасы мен эмоционалды енуіне ие фильмдер жасайды. Марвел фильмдерінде жұмыс істеуден басқа, ағайынды руссо «Война», «Еще один год», «Счастливый Гилмор» сияқты фильмдер түсірді. Олар өздерінің жан-жақтылығын және әртүрлі жанрларда сәтті жұмыс істеу қабілетін көрсетті. Ағайынды руссо кинематографияның символына айналды. Қазіргі заманғы сапалы кинолар түсіреді.
Олардың есеп шотына тиесілі 6,8 миллиард ақш доллары бар. Рекордтық сумма 2,7 миллиард. Мстители финал бөлімі. Режиссер Джеймс Кэмерон. Екінші орын. Әйгілі американдық режиссер және продюсер. Оның фильмдері визуалды эпикалық және инновациялық техникалық шешімдермен танымал. Ол қызықты және ауқымды фильмдер түсіріп қана қоймайды, сонымен қатар өзінің көркемдік мақсаттарына жету үшін жаңа технологияларды белсенді түрде енгізуде. Джеймс Кэмеронның ең танымал жобаларының бірі Терминатор трилогиясы. Халықаралық хиттерге айналды және кино тарихында мәңгі қалды. Кэмеронның тағы бір ұмытылмас жобасы Аватар. Таңғажайып көрнектіліктерімен және таңғажайып Пандора әлемімен көрермендерді таң қалдырған фантастикалық фильм. Аватар тарихтағы ең көп табыс әкелген фильм болды және көптеген марапаттарға ие болды. Соның ішінде 3 Оскар сыйлығын алды. Сондай-ақ 90-шы жылдардағы әйгілі фильмдердің біріне айналған және Джеймс Кэмеронға арналған үздік режиссер Оскарын қоса алғанда 11 Оскар жеңіп алған Титаник фильмін атап өткен жөн. Титаник Кэмеронның бүкіл әлемдегі көрермендерді қуантатын эпикалық және романтикалық әңгімелер жасаудағы талантын ашты. Джеймс Кэмерон көрнекі көзқарасы, фильм түсірудің техникалық аспектілерін керемет меңгеруі және қызықты және эмоционалды оқиғаларды айта алуы оны біздің заманымыздың ең ықпалды режиссерларының біріне айналдырды. Кэмерон фильмдерін қоса алғанда 8,7 миллиардқа бағаланған. Аватар туындысын тек өзін 2,9 миллиард доллар құрайды. Топ 1-ге де жеттік. Ең көп касса жинаған фильм. Оны түсіруге ат салысқан режиссер ол Стивен Спилберг. Көрнекті американдық режиссер және продюсер. Оның жұмысы киноға үлкен әсер етті. Спилберг өзінің шебер режиссерлік стилімен әртүрлі тақырыптарда эмоционалды әсер ететін және қызықты фильмдер жасау қабілетімен танымал. Спилбергтің ең танымал жұмыстарының бірі оның режиссерлік дебюті, яғни алғашқы 1977 жылы түсірілген Сага о причелцах фантастикалық фильмі. Осы жұмыстың арқасында Спилберг өз заманын ең көп талқыланған және перспективалды режиссерлардың біріне айналды. Ол өзінің табысты мансабын Чужие, Юрский парк және Список Чендлер сияқты бірқатар культтік фильмдермен жалғастырды. Спилберг фантастикалық және шытырман оқиғалы фильмдер түсіріп қана қоймай, тарихи драмалар мен басқа да жанрларға бет бұрды. Оның жұмысы көбінесе көрермендерді қызықты және эмоционалды оқиғаларға батырады. Адам тәжірибесінің әртүрлі аспектілерін көрсетеді. Мансап барысында Спилберг көптеген марапаттарға ие болды. Соның ішінде үздік режиссер ретінде 3 Оскар сыйлығын алды. Сонымен қатар Стивен Спилберг оның жетекшілік көптеген фильмдер мен телехикаялар шығатын әйгілі Amblin Entertainment кино компаниясының негізін қалаушылардың бірі болды. Спилберг өзінің талантымен және киноға жаңашыл көзқарасымен көрермендерді қуантуды жалғастыра отырып, белсенді жұмыс істеуді және жаңа фильмдер шығаруды жалғастыруда. Оның әлемдік кинематографияға қосқан үлесі баға жетпес және оның жұмысы көптеген ұрпақтар бойы көрермендерді шабыттандырады және қызықтырады. Бүгін бізге қосылғаныңыз үшін рахмет. Бүгінгі тобымыз аяқталды. Бақытты болыңыз және кинодан ләззат алыңыз.